биікке қонақтап, алаңсыз отырған қызыл әтешті көрген түлкі, оны алдап-сулап төменге түсіріп, ала қашқысы келді. Құрметті әтешжан, төменге түссекші, қалғып-шолғып отыра беруден денсаулығыңызға зиян келер. Спортпен шұғылдану керек. Бұлай мен секірсең денең шынығып, көңілің сергиді, үнің де ашылады. Кеше 2 көкек 3 кептерді құйрығыммен көтеріп, ормандағы құстарды қайран қалдырдым. Сені де көтерейін, қоншы деп, мәй әтеке, деп құйрығын тосыпты. Түлкінің зұлымдығын сезген әтеш: ар жағында спорт шебері жаттықтырушы жатыр. Мені сол жаттықтыратын еді, оята қойшы, деп тарғыл төбетті нұсқапты. Иттен зәресі ұшқан түлкі зыта жөнеледі. Спорт құмар қонағым-ау, қайда қашып бара жатсың? Құйрығыңа қондырмайсың ба мені? Жаттықтырушы тұрғанда жүгіру мен секіруге машықтанып алайын деп едім, депті түлкі қашып бара жатыр.